Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Менің авторлық бағдарламам 5-11 сынып оқушыларына арналған информатика оқыту принциптері элективті курс бағдарламасы. Истаева Альмира Сулеймбаевна, педагог, сарапшы. Бағдарламаның өзектілігі білім сапасына арттыру болып табылады, ал қазіргі заманғы білім сапасы дегеніміз ол білім алушылардың келешектегі өзінің әртүрлі жеке мәселелерін шешуге керекті, қажетті құзыреттіліктерін қалыптастыратын білім беру нәтижесі. Бағдарламаның мақсаты жаңартылған бағдарлама негізінде информатика пәні бойынша дидактикалық принциптер мен тапсырмалар арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру. Бағдарлама міндеттері есептеу техникасының дамуының тарихы мен перспективасы жөнінде білімдерін кеңейту, операциялық жүйенің негізгі міндеттері туралы білімдерін шыңдау, сымсыз байланыстың артықшылығы туралы білімдерін арттыру, ақпаратты беруші және қабылдаушы арналары туралы білімдерін кеңейту, практикада жұмыс жасау дағдыларын дамыту, шифрлаудың әртүрлі әдістерін қолдана отырып мәтіндік ақпаратты кодтау және кодтан шығару дағдыларын дамыту, компьютерге арналған барлық ақпараттық екілік код түрінде берілетіні тақырыбындағы білімдерін шыңдау, векторлық кескіндерді құру және өңдеу дағдыларын дамыту. Ал күтілетін нәтижеміз есептеуіш техникасының даму тарихы туралы білімдерін артады, компьютердің қызметі туралы біледі, сымсыз желілер туралы білімдері артады, ақпаратты тасымалдау туралы білімдері артады, ақпаратты шифрлау тақырыбына тапсырмаларды орындайды, ақпаратты екілік кодтау арқылы ұсыну тақырыбына тапсырмаларды орындайды. Бұл бағдарламада 34 сағатқа арналған, осы бағдарламаның дайын жаңағы КТЖ-сы мен КМЖ-сы барлығы дайын тұрады бұл бағдарламада. Жақсы, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет. Келесі сөзге